Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 64-ші сабақ халқымыздың салт-дәстүрі тақырыбын өтетін боламыз. Бүгінгі сабақта халқымыздың салт-дәстүрлері туралы түсінік аламыз және де мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беретін боламыз. Олай болса, бірінші тапсырманы орындайық. Суреттегі отбасы мүшелерінің қазақ дәстүрлеріне сай орындарын анықта. Ойыңды түсіндір. Балалар, біз дастархан жайған кезде төрге атамызды жайғастырамыз, де. Одан кейін апамыз отырады. Апамыздан кейін әкеміз, әкеміздің қасына анасы мен баласын жайғастыратын боламыз, де. Отбасы мүшелерінің орындарын отырғызу кезінде нені ескердің? Отбасы мүшелерінің орындарына отырғызу кезінде біз қазақ үлкенді сыйлайды, иә. Сондықтан да біз үлкен апамыз бен атамызға орын бердік, иә. Әкеміз бен анамызға орын береміз. Одан кейін барып біз стол басына өзіміз жайғасатын боламыз, иә. Ал егер де үйге қонақ келген болса, төрге қонағымызды шығарамыз, иә. Біз үлкенді және де қонақтарымызды сыйлайтын қонақжай халықпыз. Білгенің жөн. Салт-дәстүр халықтың сеніміне және тұрмыс-тіршілігіне сәйкес ғұрыптардың жиынтығы. Қазақ халқы салт-дәстүрге бай. Мысалы, бата беру, бесікке салу, тұсаукесер, байғазы, көрімдік, сүйінші және тағы басқа салт-дәстүрлерге жатады. Екінші тапсырма түсініп оқы. Кешірім сұрау. Егер достарыңның бірін ренжітіп алсаң, кешірім сұрай біл. Айып етпе, кешір деп алдына бар. Кешірім сұраған адамды кешіреді. Дос балалар татуласады. Сенен кешірім сұраған кісі болды ма? Иә, жолда кетіп бара жатып, бір бала байқаусызда менің үстіме балшықтың суын шашып кетті. Артымнан жүгіріп келіп, өзінің кінәсін мойындап, кешірім сұрады. Мен де оның кішірейіп келіп, кешірім сұрағанына риза болып, кешірдім. Көңіл сұрау. Қазақта ауырған адамның халін сұрауға арнайы барады. Келген адам науқастың көңілін көтеріп, әңгімелеседі. Тез сауығып шығыңыз деп жақсы тілегін білдіреді. Қазіргі кезде телефон арқылы хабарласып, ауырған адамның жағдайын сұрауға болады. Түс ауған соң науқастың көңілін сұрамайды. Түске дейін ғана барады. Мәтіннің авторы Әсия Біржанқызы. Балалар, енді үшінші тапсырмаға келейік. Көңіл сұрау кезінде қандай жақсы тілек айту керек? Тезірек жазылып кетіңіз, тезірек сауығып кетіңіз, немесе Алла шипасын берсін, аурудан айығып кетіңіз деген сияқты сөздерді көңілін сұрауға барған адамның көңілін аулап осылай айтуға болады екен, балалар, иә. Олай болса, 4-ші тапсырма мәтіндерден сыпайы сөздерді теріп жаз. Мәтіндегі сыпайы сөздер бізде тез сауығып шығыңыз, айып етпе, кешір деген сөздер сыпайы сөздерге жатқызылады екен, иә, балалар. Олай болса, бізде келесі 5-ші тапсырмаға көшейік. 5-ші тапсырмада суретте бейнеленген салт-дәстүрлерді ата. Бірінші суретте балалар кішкентай сәбидің тұсауын кесіп, қаз балам деп әжесі шақырып тұрған суретті бейнеленген. Ал екінші суретті қарайтын болсақ, бұл жерде баланы бесікке бөлеп, анасы бесік жырын айтып отырған суретті көреді екенбіз. Енді осыған байланысты 6-шы тапсырманы орындайық. 6-шы тапсырма қорытындыла. Өзің білетін салт-дәстүрлер туралы әңгімеле. Тұсаукесер. Сәби қаз тұрғаннан кейін тез жүріп кетсін деген тілекпен жасалатын ғұрып-ырым. Ол үшін арнайы ала жіп дайындалады. Бұл ала жіп аттамасын деген ұғымнан шыққан. Сол жіппен баланың аяғын тұсап, оны жүріс-тұрысы ширақ әйелге қидыртады. Және де балалар, осыған қосымша айтатын болсақ, тұсау кескен кезде тұсауды, яғни
баланың аяғындағы тұсаулы жіпті жаңағы қайшымен кеспейді, оны міндетті түрде пышақпен кеседі екен, иә. Олай болса, балалар, үй тапсырмасын жазып алыңыздар. Үй тапсырмасы мәтіндердің мазмұнын айтуға дайындал. Осы мәтіндердің мазмұнын айтуға дайындалып келіңіздер. Балалар, бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.